Сәлем достар, сіздермен Let's Cook KZ арнасы бүгін өте оңай дайындалатын ленивые голубцы атты тағам пісіреміз. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен бір орташа пиязды видеода көрсетілгендей майдалап турап аламыз. Одан кейін бір кішігірім сәбізді үккіштің майда көзінен өткіземіз. Және 200 грамм қырыққабатты жіңішкелеп турап шығамыз. Енді осының барлығын 500 грамм тартылған етке саламыз. Сонымен қатар жартылай піскен күріш қосамыз. Дәмдеуіштерден тұз, кептірілген сарымсақ, кориандр мен қара бұрыш салып араластырып аламыз. Ал енді достар, қолымызды сулап, голубцы жасауға кірісеміз. Және барлығын формаға орналастырамыз. Ал қазір арнайы соус дайындаймыз достар. Ол үшін ыдысқа қаймақ, томат пастасын, ұн және тұз бен қант саламыз. Соңында 300 грамм су құйып, барлығын бір келкі болғанға дейін араластырып аламыз. Енді осы соусты голубцы үстінен құйып, тағамды 180 градус қызып тұрған пеште 55-60 минуттай пісіреміз. Мінеки достар, ленивые голубцы атты тағам дайын. Өздеріңіз көргендей өте оңай және тез дайындалатын кешкі немесе түскі ас, сонымен қатар артық майсыз пеште пісетін дәрумендерге бай, демек ағзаға пайдасы мол супер тамақ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайды. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болайық.